Баршаңызға қайырлы күн достар. Біз бүгін тауықтың етінен наггетс дайындайтын боламыз. Өте оңай әрі жеңіл рецепт. Бізге ең алдымен ұн, содан соң панировочный сухари және тауықтың төс еті, 2 жұмыртқа, дәміне қарай тұз, бұрыш, әртүрлі дәмдеуіштер және тұз керек болады. Ең алдымен біз тауықтың төс етін өзімізге ыңғайлы етіп, әртүрлі бөліктерге бөліп алатын боламыз. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Және де менің каналымнан әртүрлі оңай әрі бір жасағаннан ақ жасалатын рецепттерді таба аласыздар. Міне біз тауықтың төс еттерін осылайша бөліктерге бөліп алдық. Енді бөлек ыдысқа саламыз да жақсылап тұздаймыз. Және әртүрлі дәмдеуіштер сеуіп, маринадтап қойсақ та болады. Мен бүгін маринадтамай бірден пісірейін деп тұрмын. Және ұнның үстіне біз кішкене қара бұрыш және кептірілген сарымсақ және тұз салып араластырып қоямыз. Ал панировочный сухаридің үстіне паприканы салып жақсылап араластырамыз. Ал бөлек ыдысқа жұмыртқамызды салып, жарып саламыз да, және кішкене ғана тұз қосып, оны араластырып дайындап қоямыз. Міне бізде барлығы дайын. Ендігі кезекте біз тауықтың төс еттерін ұнға аунатып аламыз. Содан соң жұмыртқа аунатамыз да, содан соң панировочный сухариге аунатып, барлығын тура осылай жасап шығатын боламыз. Міне барлығын осылай дайындап алдық. Енді орташа отта қызып тұрған майдың үстіне жаңаға дайындап болған тауықтың еттерін барлығын салып шығатын боламыз. Майды тым көп, тым аз емес, орташа етіп құйып алыңыздар. Міне біздің наггетсыларымыз жартылай дайын болып қалды. Асты осылай қызарып шыққаннан кейін екінші бетін аударып шығамыз. Қып-қызыл қылып пісірсеңіздер өте дәмді болып пісетін болады. Міне осымен біздің наггетсыларымыз өте дәмді болып, оп-оңай болып дайындалады. Және қасына гарнир қосып, күріш немесе пюре қосып, кешкі тағам немесе түскі тағам ретінде ұсынсаңыздар да болады. Барлықтарыңызға ас болсын, сіздермен бірге болған Раушан.